Ана тілі терминінің авторы кім деп ойлайсыздар? Әрине, Ахмет Байтұрсынұлы. Ол қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, қазақ тілінде оқуын жалғастыруға күш жұмсаған ұлт ұстазы. Әліппе мен тұңғыш ана тілі оқулықтарын ғылыми айналымға түсірген ғалым. Құрметті әріптестер, өздеріңізге таныстырылған Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінде ағымдағы жылғы 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күніне орай алаш қайраткері ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы қарсаңында өтетін ұлт ұстазы Ахмет атты сайыс ережесіне сәйкес бүгін біздің бөлімде сайыс жоспарланған. Сайысқа бөлімнен қызметкерлер қатысады. Бірінші Жанабол Асылжан, өрт сөндіруші құтқарушы Жанабол Асылжан. Саршымшық, мақтанып саршымшық, шалқып басты, теңізді өртемде лақап шашты, ұшу болып, бұл хабарды естіген соң теңізді тастады. Теңіз тастап, құстар өріп қашты, таңқалып тамашаны көреміз деп, алыстан аңдар келді әлде іздеп. Адамдар тұс жақтан келе жатыр, лезі көп топ-тобымен мұңдап жүрді. Бір соғым бұлсыз астан етіндерде, қасыған қолдарына алып келді, үңіліп, суда болып азарлары сейіп тұр жағалауға азар бәрі. Теңізді жаңа деп күместеген, құрметті соны жұқтың ынтызары, саршымшық мақтанады ойнайды ма, кім білсін күйдіремді ойлады ма. Теңізде от салғанмен жара тұрмас, десең жетім болмаса қайнайды ма. Ол теңіз келдіретті ойлаған жоқ, қаппен тоқтай тұр деп шымшық қайтты. Теңізге тісін басып қайраған ол. Келесі қатысушымыз өрт сөндіруші құтқарушы Әбсаттар Нұрхан. Байтұрсынұлының достыма хат өлеңі. Қырарға қия жазбас сұңқар май, қажымас қашық жолға тұлпар май, үйілген өлек сені өрге сүйреп, шығарма қыр басына іңкәр май. Кім біліп ер еңбегін езіп жатыр, кім шыдап жолдастыққа төзіп жатыр, сасық мей салқын жүріп, санасыздар алаңсыз ақ матасын езіп жатыр. Сынайтын жақсы менен жаман өлшеп, құлдықтың қолдарына көзі жатыр. Кешегі кеңшілікті кері қылған, бостандық болмаған соң езіп жатыр. Қатысушылар, жаңа сайыстың келесі түрі бойынша сұрағы жауап. Ахмет Байтұрсынұлының туған жылы білетіндеріңіз жауап беріңіздер. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйек күні Қостанай облысы Жангелді ауданы Алакөл ауылында дүниеге келген. Көмілмес еткенісім, ойлайтындар мен емес, бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын. Ел бүгіншіл, менікі ертең күшін. Ахмет Байтұрсынұлы.